Ханның туған күні. Баяғыда Дана деген ақылды хан өмір сүріпті. Оны адамдар да, жануарлар да жақсы көріп, қатты сыйлапты. Күндердің күнінде ханның 50 жасқа толған туған күні тойланыпты. Сол күні елдің түкпір-түкпірінен қонақтар жиналып, үлкен мереке ұйымдастырылыпты. Хан орман аңдарында шақырған екен. Арыстан, аю, түлкі, қасқыр және басқа да жануарлар келіпті. Тіпті теңізден де, аспаннан да қонақтар болыпты. Кит, дельфин, бүркіт, көкершін, қарлығаш, жәндіктер де ұмыт қалмапты. Құмырсқа, көбелек, маса, шегіртке бәрі ханға сыйлық әкеліпті. Сыйлықтар да алуан түрлі еді. Алтын алқа, жібек кілем, болат қылыш, әдемі кітаптар. Ал ханның қызы Ай-ханшайым әкесіне ерекше сыйлық дайындапты. Ол түнде айдың нұры түсіп, жарқырап тұратын темір сауыт сыйлаған екен. Кеш соңында Дана хан сауытқа түскен ай сәулесін көріп, көзіне жас алып, "Ең керемет сыйлық менің қызым айдың сауыты болды" депті. Қонақтар ханның бұл сөзіне ренжімепті. Өйткені халық ханшайымды да өте қатты жақсы көретін. Тек жас қоян ғана ойға шомып қалыпты. Егер мен де әкеме айдың нұрын сыйласам, ол да осылай қуана ма екен деп. Сөйтіп, ол түнгі аспандағы айдың бейнесін құдықтан желекке салып алып, әкесіне апармақ болады. Жолда келе жатып тышқан кездесіп, "Әй көжек, шелегіңде не бар?" деп сұрайды. "Бұл айдың нұры. Әкеме апарып қуантқым келеді" дейді қоян. Қоян кеткен соң тышқан да қызығып құдыққа барыпты. Қараса, айдың бейнесі суда жарқырап тұр. Ол да шелекке су толтырып алып үйіне жүгіріпті. Қоян үйіне келгенде шелектегі ай көрінбей қалыпты. Әкесі қарап тұрып, "Ұлым, бұл жай ғана су ғой. Сен жолда келе жатып түсіріп алғансың ғой" деп ренжіпті. Сонда қоян мұңайып, "Енді ешқашан әкемді қуантпаймын" деп іштей ант беріпті. Ал тышқанның әкесі ұлына риза болып, "Кіп-кішкентай болсаң да бізге су әкелдің, сен менің мақтанышымсың" деп қуаныпты. Тышқан ренжіп, "Әке, сен түсінбедің, бұл жай су емес, мен айды алып келдім" дейді. Сонда әкесі жылы жымиып, "Иә балам, мен сенің шелегіңдегі айды көріп тұрмын, уайымдама, сен керемет іс жасадың" дейді.